Ассалаумағалейкум шебер ханымдар. Бүгінгі видеода осындай әдемі гүлді тюрбанның тігілу жолымен бөлісетін боламын. Өте оңай, барлық бас өлшеміне келеді, барлық қыз-келіншекке жарасады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Осындай 4 бөлік қажет болады. Мен песок матасын пайдаланатын боламын. Және де резинка қажет болады, 2 сантиметрлік. Осындай өлшемдер: біріншісі 45-те 24, екіншісі 45-те 16, ең ұзын бөлшегіміз 150-да 16, содан кейін резинкамызға 20-да 18 сантиметрлік бөлік қажет болады. Резинканың ұзындығы 10 сантиметр. Қалған артық бөліктерді алып тастаймыз. Осы 45-те 24 бөлігімізді алып, 2-ге бүктейміз. Содан кейін, 24 сантиметрді тауып алып, осылай видеода көрсеткендей етіп белгілеп сызып аламыз. Доғал етіп сызып, сол сызған жерімізді қайшымен қиып тастаймыз. Сол кезде бізде осындай доғал бір бөлігіміз пайда болады. Енді екінші бөлігімізді аламыз. 45-те 16-ны алып 2-ге бүктейміз. Оң бетінен осылай бүктеп аламыз да, осы екі бөлікті оң бет пен оң бетін бір-біріне теңестіріп, бірінші инемен түйрелеп аламыз. Содан кейін түзеу тігіспен қосып тігіп алатын боламыз. Осы ұзын бөлшегімізді оң бет мен оң бетін бір-біріне қаратып 2-ге бүктейміз да, шетінен бастап соңына дейін түзеу етіп тігіп аламыз. Бірінші инемен түйрелеп алғандарыңыз дұрыс, жылжып кетпес үшін. Тігіп алған бөліктерімізді міндетті түрде үтікпен бастырып, тігістерін жатқызып, әдемілеп үтіктеп аламыз. Енді осы ашық жері бар ғой, соны сәл ғана ішке қарай қайырып, машинкамен тігіп аламыз. Осы ұзын бөлігімізді осылай 1,5-2 сантиметр етіп қайырып отырып, қақ ортасынан қолымызбен жиырып, соңына дейін тігіп аламыз. Саусақтың ұшымен жай ғана жиырып отырып тігіп шығамыз. Бізде осындай болып тігіліп шықты. Бұдан біз қазір гүл жасайтын боламыз. Енді 20-да 18 осы бөлігімізді алып, шетін кішкене ғана қайырып, осылай біздің резинкамыздың өлшеміне қарай осылай өлшеп алып, қайырып тігіп аламыз. Инемен түйрелейміз міндетті түрде, бізге тігуге ыңғайлы болу үшін. Содан кейін түзеу тігіспен тігіп аламыз. Тігіп алған осы бөлігіміздің қақ ортасын, яғни центрін тауып аламыз. Мен сіздерге көрнекті болсын деп ручкамен белгілеп едім. Ол көрінбеді, сондықтан бормен сызып көрсетіп жатырмын. Бор ручкаға қарағанда көрінеді екен. Осы бөлікті енді 2-ге бүктейміз. Содан кейін осы жерден 13 сантиметрді тауып алып, осылай доғал жасап қиып тастаймыз. Және осы жерде центрін тауып, осылай айналдырып сызып аламыз. Осы сызғанымыздың үстіне тігіп алған манағы осы бөлігімізді орналастырып, сызықтың үстіне инемен түйрелейміз. Барынша әдемілеп осылай орналастыруға тырысыңыздар, айналдырып. Сол кезде бізде әдемі гүл шығады. Енді машинкада айналдырып отырып тігіп шығатын боламыз. Ол үшін манағы осы тігістің үстінен, лентамыздың үстінде тігісі бар ғой, соның үстінен тігіп шығамыз.
Бізде осындай әдемі гүл пайда болды. Ендігі кезекте резинкамызды өткізу қажетпіз. Осы жерінен өткізіп аламыз. Міндетті түрде екі шетін инемен түйрелеп қоямыз, шығып кетпесі үшін. Екі бөлігімізді бір-біріне қосып тігу ғана қалды бізде. Екі шетін, осы резинка тұрған жерді бірінші инемен түйрелеп аламыз. Содан кейін осы жеріндегі тігісі бар ғой бізде. Содан бір-біріне беттестіріп, қақ ортасын тауып алып, қайшымен қиып қоямыз, белгі салып. Осы екі бөліктің центрлерін бір-біріне келтіріп, инемен түйрелейміз. Содан кейін осы жерде міне тігіс бар ғой, сол тігісті бірінші инемен түйрелеп аламыз екі жағында. Содан кейін қалған жерлерді, осы артық жерлерді қолымызбен жиырып, тігіп шығатын боламыз. Біркелкі етіп, саусақтың ұшымен осылай жиырып, тігіп аламыз. Барлық жерін инемен түйрелеп алдық. Мінекей бізде осындай болып шықты. Енді осы түйрелеген жерлерімізді машинкамен айналдырып тігіп шығамыз. Инені алып тастауды ұмытпаңыздар. Тюрбанымыздың ішкі жағы осындай. Мен оверлокпен тігіп шықтым. Зигзагпен тіксеңіздер де болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай резинкасы бар, барлық бас өлшеміне келеді. Алдыңғы жағы осындай, артқы жағы көріп тұрғандарыңыздай гүлімен өте әдемі болып шықты. Менің көңілімнен шықты, ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде тігіп көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, пікір қалдырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса жазыңыздар. Мен барлықтарыңызға жауап беретін боламын. Әлі де каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде дәл қазір тіркеліп алыңыздар. Таныстарыңызға, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз.